Қайырлы күн достар, менің Папа рецептер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таңғы асқа дайындауға болатын екі түрлі өте дәмді әрі тойымды бутербродты көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, таңғы астарыңызға дайындап көріңіздер. Бұл екі бутербродқа қажетті ингредиенттер негізі бірдей, тек айырмашылығы дайындалуында. Ендеше бірге дайындап көрейік. Бізге қажетті ингредиенттер бұл алдымен қара нан немесе тұтас дәнді нан болады, қаймақ, тунец, салат жапырағы, жұмыртқа, сыр, бұл менде адыгейский сыр және қызанақ, жарты қызанақ болса да жарайды. Алдымен бірінші бутербродты дайындаймыз. Ол үшін екі қара нанды қызған құрғақ табада құрғатып, қызартып аламыз. Піскен жұмыртқаны және сырды видеодадай жұқа етіп тураймыз. Қызанақты да дөңгелетіп тураймыз, менде алдын ала туралған. Мінеки табада осылай қара нанды құрғатып алдық. Енді қаймаққа тұз қосып араластырып, осы нанның бетіне жағамыз. Енді бетіне салат жапырағын саламыз, оның бетіне тунец саламыз. Туралған піскен жұмыртқаларды оның бетіне екі туралған қызанақ саламыз. Және туралған сырды осылай бетіне бір келкетіп саламыз. Екінші қара нанға да қаймақты жағып, бетіне жабамыз. Міне біздің осындай дәмді, өте тойымды бірінші бутербродымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл таңғы асқа, немесе перекусқа, бестік шайға болсын дайындауға болады. Өте тойымды, өте дәмді. Екінші бутербродымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет. 3 жұмыртқаны тұзбен араластырамыз. Табаны алдын ала қыздырып аламыз және кішкене сары май жағып, жұмыртқаны құямыз. Бетіне бір қара нанды осылай екіге бөліп саламыз. Омлеттің пісуіне қараймыз. Пісе бастаған кезде осылай абайлап екінші жағына аударамыз. Енді бетіне үкіштен өткізілген сыр, қызанақ, туралған және ұсақтап туралған салат жапырағын саламыз. Немесе кез келген көк шөпті пайдалануға болады. Осылай енді видеодағыдай екіге бөлеміз және ортасында сыр езілгенше кішкене 1 минуттай күте тұрамыз. Мінеки осындай екінші бутербродымыз да дайын. Бұл да өте тойымды бутерброд. Жалпы бұл бутербродтарға начинканы өзіңіз қалауыңыз бойынша кез келгенін таңдауға болады. Жалпы тамақтануда ең бастысы таңғы ас екенін барлығымыз жақсы білеміз. Сондықтан таңғы асқа осындай тойымды бутерброд дайындауға кеңес беремін. Бутерброд жақсы көретіндер міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде лайк басып қойыңыздар және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеоларымды көру үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын!